Сол кездегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Құран түсердің алдында күллі жердің беті қараңғылықта. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Құран түседі. Құран түскеннен кейін Алла Тағала Анғам сүресіне қандай әдемі мысал келтіреді. Құран түскенге дейін күллі адам баласы өлі саналады екен. Тірі жүрсе де өлі болды. Өйткені дүниеге келудегі түпкі мақсаты жоқ. Дүниеге келудегі түпкі мақсаты тек дүние болып кеткен. Болды. Ойларына келгенін сөйлейді, ойларына келгеніне сенеді, осындай жағдайда болып жатқан. Сонда Анғам сүресінде Алла Тағала айтады: "Ауамен кана мейтен". Қараңыз қалай әдемі келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Құран түскеннен кейін біреу өлі еді дейді. Қараңыз қалай бастайды. Фа ахяйнаху. Біреу өлі еді. Осы Құранда түсірдік та оны тірілттік дейді. Құранды рух деп атайды Алла Тағала. Шура сүресінде «Ваказалика аухайна илейка рухан мин амрина». Қараңыздар, осылайша біз саған, ей пайғамбар, өз әмірімізбен рухты уахи еттік қой дейді. Құран жаңа бойға кіргеннен кейін көз басқаша көреді, күнді басқаша көресің, басқаша мүлде бәрі. Анаңа басқаша қарай бастайсың, отбасыңа, намаз, күнәға басқаша қарай бастайсың. Қараңыз, Алла қалай әдемі келтіреді. Біреу өлі еді, сосын оны тірілттік дейді. Важағална лаху нурун. Сосын оған осы Құранды нұр қылып бердік дейді. Қолында фонарик ұстап жүреді адам мысалы. Сол сияқты осы Құранды оның қолына нұр бердік дейді. Не үшін бұны оған нұр қылып жасап бердік? Ямши бихи финнас. Адамдардың арасында жүру үшін. Адамдар, әкетайым, анашым, ағам, бауырым, әріптесім, қара міне деп сөйлеу үшін дейді. Міне өстіп біз тірілтіп қойған бір адам ұқсай ма дейді андай адамға? Кәмәм мәсәлуху фи зулумати. Қараңғылықтарда жүрген әлі қараңғылықтарда жүрген, ләйсә би харижи минха, одан шыға алмай жүрген адамға ұқсай ма дейді. Неге ол шыға алмай жүр ол адам? Казалика зуйина лил кафирина ма кану яъмалун. Олардың өйткені осы күнге дейін істеп жүрген істері саналарына, қандарына сіңіп кеткен. Әдеміленіп қалған ол нәрсе. Соншалықты әдеміленген. Ол одан да Құранды өтірікке шығара салады. Өзін ақтап шығу үшін. Көрдіңіз ғой? Осындай жағдайға дейін кеткен. Ал бізге нені әдеміледі Алла Тағала? Хужурат сүресінде айтады. Шайтан оларға өздерінің амалдарын әдемілесе, бізге нені әдеміледі дегенде, бізге қараңыздар нені әдеміледі Алла Тағала. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Валакинналлаха хаббаба илейкумул имана ва зайянаху фи қулубикум. Алайда Аллах Тағала сендерге иман деген тақырыпты сүйікті қылды дейді. Міне сенің бүгінгі күндегі тема деген нәрсе бар ғой. Әдемілену, темаға айналу. Көрдіңіз ба? Соның темасы күнә болғаннан кейін ол ешқашан сіз түсінемейді бұл темаңызды. Біртүрлі оған. Өйткені оның темасында ақырет жоқ. Ал сенің темаңда ақырет бар. Міне осы жерде ол бастары қосылмай қалуы мүмкін да. Сонда жаңағы ата айтады, сендерге иманды сүйкімді қылды дейді. Махаббат берді, сол иманды жақсы көруді да. Ва зайянаху фи қулубикум. Соны сүйкімді қылды, және жүректеріңе әдемілеп тастады дейді. Жүректеріңе тема қылып тастады дейді. Раббының разылығына жету үшін не істесем екен деп жүресің. Содан Алла Тағала, ал енді дайын болсаң, 5 уақыт намаз деді. Ала қалдың. Міне Рамазан айында Рамазан деді. Ала қалдың дегендей нәрсе. Сосын сол бірте-бірте Құранын түсіре беріп, бізге ішімізде енді біраз жаңағыдай бір дағдыланып қалған нәрселер болады ғой. Намазға келгенге дейін әртүрлі тілде біраз апаттар бар, мінезде апаттар бар, жүріс-тұрыста жаңағыдай эмоцияда қабылдау, біреумен сөйлескен кезде неше түрлі апаттар бар еді. Сөйтіп солардың бәрін егжей-тегжейлі түсіндіріп, ва карраха илейкумул куфра вал фусуқа вал ғисияна дейді. Сендерге күпірлікті, шүкірсіздікті жек көрсетті дейді. Қараңыз, Құран арқылы. Иманды сүйкімді қылды да, күпірлікті, пасықтық деген нәрсе бойұсыну керек екенін біле тұра бойұсынбай кету, айнып кету. Не тәкаппарлық арқылы, не мансап берілмей қалған үшін, не тағы да басқа нәрселер арқылы, не сөз көтере алмағандығың үшін, не сенен кішкентай жасы біреу, кішіректеу біреу бірдеңе айтып қалған үшін дегендей нәрселер. Сол кездерде жаңа пасықтық деген нәрселер мысалы. Бойұсынудан айнып кету сияқты нәрселер. Вал ғисиян, сондай-ақ күнәқарлық деген өмірді, күнәға үйір болу деген нәрселерді.
бойсунбау деген нәрселерді сендерге жек көрсетіп тастады дейді. Міне бұл адамдардың менің алдымдағы дейді Алла тағала бағасы не десеңіз, улаика хумур рашидун. Осылар ғой парасаттылар дейді. Парасат деген саналы деген сөз не дейтін болсақ өзі, саналы деген нәрсе. Иманды сүйесің, иманға кереғар ұғымдарды жек көру. Осы шайтанға қарсы жұмыс істеуге, оны дос тұтпауға, керісінше оны дұшпан тұтуға көмектесетін нәрселер де біздің бойымыздағы.